Шәке Қарақалпақстанға тәуелсіздік әперу керек. Біз Қазақстанды демократияландырсақ, біз бірінші кезекте Қарақалпақстанның тәуелсіздігін қалпына келтіруге күш саламыз. Неге? Қарақалпақстан шартты түрде Өзбекстанға қосылған. Кез келген уақытта Өзбек Федерациясынан бөлінуге құқылы болған. Сондай келісіммен қосылған. Сондықтан Өзбекстанның Қарақалпақстанда жеті әкесінің хақысы жоқ. Қарақалпақтың жердің астына қарай 77 метр қазыспақ түгіл, 77 километр қазсаңда бір сасық сарттың сүйегіне есегінің сүйегі шықпайды. Сондықтан Қарақалпақ ол тәуелсіз ел, болмысы бөгенайы, тағдыры бөлек ел. Сондықтан ол тәуелсіз болу керек. Өзбектің Қарақалпақта ешқандай хақысы жоқ. Тарихтан екеуі бір қосарланып та жүрген жоқ. Қарақалпақ бөлек ел. Анау құмының құмында бөлек жасаған ел. Өзінің бөлек тілі бар, бөлек мәдениеті бар, бөлек болмысы бар, бөлек тарихы бар. Анау Өзбекпен қосарланып ол қор болып отыр. Және келісім шартта кез келген уақытта бөлінуге құқылы деген. Сондықтан Қарақалпақ туралы менің көзқарасым осы. Өзбек Құдайдың өзіне берген жеріне қанағат қылсын. Егер кез келген өзбек, бүйтпе, мемлекетті білдірме, аққа десе, бірінші Құдайды ойласын. Құдай Өзбекке өзіне жер беріп қойды. Самарқан, Бұқара, анау, мынау. Біз Ташкентте кеше біздің жер еді. Бұл жарайды, бүгін Өзбектің жері, біздің 16 ханымыздың басы жатыр Ташкентте. Неге жатыр? Турист болып қыдырып, Өзбектің палауын жейін деп барған кезде өлік қап соның сол жерге жерлей саппа? Жоқ, Төле би Ташкентте жатыр. Неге? Төле би қыдырып, туристік сапармен барғанда визасы бітіп кетіп, содан виза рәсімдей алмай өлік қаппа? Жоқ. Біздің жер ол. Совет орыс әдейіге біздің ескі қорғаныстар, бекіністерімізді өсті бөл жан-жаққа. Біраз жеріміз Ресейде қалды, біраз жеріміз Қытайда қалды, біраз жерді Өзбек қалды. Енді соны Өзбектің бір өткен бір діндарлары шығады, сен мемлекетті бүлдірме, Құдай бізді бірге атаң басы. Саған берген жерге тәубе қылмасаң, Құдай сенің төбеңнен ұрады. Әркім өзінің ата бабасының жеріне ие болсын. Ақиқат шындығы сол.